Бүгін мына Батыс Қазақстан облыстық музейіне Омар Қараштың 1918 жылы шыққан Тұрымтай деген кітабының түпнұсқасын тапсырғалы отырмын. Бұл кітап 18 жылы шыққан өлең кітабы. Омар Қараштың кезінде біз Дана журналына жазып едік. Бұл кітапты 2014 жылы біздің мына Көктерек ауылының тұрғыны Теміржан Қажығалиев деген ақсақал берген еді маған. Ол кісінің үйінде 1950 жылдардан бері сақталған екен. Теміржан ағаның әкесі Шамғұн деген атамыз өте сондай ескі оқуы білікті адам болған. Сол кісі осы араб жазуын оқыту үшін бір кісі алып келген екен. Енді бұл кітап өте құнды. Омар Қараштың өзінің кітабының түпнұсқасы. Және сол бөкейліктен талып өңірінен табылып отыр. Сондықтан мүмкін бұл Омар Қараш атамыздың өзінің қолы тиген болар деген де ойымыз бар. Осыны мынау музейде жасақталып жатқан Омар Қараш қорына, Омар Қараштың жаңадан жасалмақшы экспозициясына тапсырып отырмын.